Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым, жасалуына небәрі 15 минут қана уақыт кететін, ауызға салса еритін печеньенің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ендеше кеттік, бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 1 жұмыртқа, 100 грамм қант, 100 грамм сұйық май құйып, барлығын жақсылап қанты ергенге дейін араластырып аламыз. Массамызды жақсылап араластырып, қантымызды ертіп алдық. Енді осы массамыздың үстінен алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды 2 бөлікке бөліп сала отырып, қамыр илеп алатын боламыз. Ұнның барлығын бірден салмаған дұрыс. Егер барлығын бірден салып жіберсеңіз, дұрыс араласпай қалуы мүмкін. Бірінші бөлігін толығымен араластырып алдық. Енді қалған ұнымызды саламыз. Үстінен 1 шай қасық разрыхлитель салып, барлығын жақсылап бірінші қасықтың көмегімен, кейін қолымызбен жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Бізде қамырымыз дәл осылай жұмсақ, нәзік болып шығады. Қамырымызды 5 минутқа демалдырып қоямыз. 5 минуттан кейін қамырларымызды кішкене бөліктерге бөліп алып, қолымызбен дөңгелек пішінге келтіреміз. Қамырларымызды қатты жұқа етіп жібермейміз. Қалыңдығын дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар, өте жұмсақ болып шығады. Осы дөңгелек пішінге келтіріп, қантымызға батырып аламыз. Барлығын формамызға салып, бетін әдемі көріну үшін осылай пышақпен сызып шығамыз. Осы уақытта пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста шамамен 30-35 минутта пісіп шығады. Міне осымен біздің печеньелеріміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай, қарапайым ғана заттардан жасалады. Ең бастысы дәмі өте керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Міне біздің печеньеміз сондай нәзік, әдемі болып үгітіліп, ауызға салса еритіндей болып тұр. Каналыма жазылмаған болсаңыз, подписация басып, каналыма жазылып қойыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлмира Әлібайқызы.